Ассаламағалейкум баршаңызға. Алдарыңызда Қасым Қазақ немесе қарапайым Қазақ Айдархан. Біз бірінші сабағымызды бастаймыз. 2 жыл бұрын дәл қазіргі Айдархан мен деп айтсам, мен сенбес едім. Бүгінгі біздің сабағымыздың тақырыбы жетістікке жету, мышление, ментальный дайындық. Неге бұндай тақырып таңдадық десеңіздер, бірінші сабақ болғандықтан кез келген бір кәсіпкер бір определенный жетістікке жету үшін бірінші очередь ментально дайындалу керек. Ментально дайындалу деген ол қалай? Біз өзімізге сұрақ қоя білу керекпіз. Сұрақ қою арқылы біз ойланамыз. Қандай сұрақ қоямыз? Біз бай болғымыз келеді. Ал біз не үшін бай болғымыз келеді? Осы сұрақтың жауабын көбісі білмейді да. Не үшін бай болғымыз келеді? Мен дәл осы сұраққа осы кәсіпті бастамай тұрып өзіме қойған болатын. Сол сұрақтың жауабы қандай болды деп ойлайсыздар? Көбісі жауап береді. Мен көп садақа бергім келеді. Ақшам көп болса, көп адамдарға көмектескім келеді дейді. Бірақ шынында келгенде бұл нәрселердің барлығы өтірік болып келеді. Неге десеңіздер, определенный бір байлыққа жеткеннен кейін ол адам садақа бермей тәкаппарлыққа кетіп қалуы мүмкін. Неге десеңіздер, өткені садақаны ертең емес, бүгіннен бастап беру қажет. Байлық бізге не үшін бұйырмайды? Өткені біз бай болатын болсақ, Аллах тағала бізге байлықты беретін болса, біз тәкаппар болып кетуіміз мүмкін, немесе ол нәрсе байлық бізді түбінде тозақ қалып баруы мүмкін. Сондықтан да Аллах тағала бізге байлықты бұйырмайды. Бүйтіп қарасаңыздар, менен ақылда, менен көп жұмыс жасайтын, 24 сағат нон-стоп жұмыс істейтін адамдар бар, бірақ ол кісілер определенный байлыққа жете алмайды. Неге десеңіздер, өткені ол байлыққа жеткеннен кейін өзінің иманын түсіріп алу мүмкіндігі бар. Вот, сондықтан да сіздер қазірден бастап дайындалу керексіздер. То есть сіздер болашақта мен бай болған кезде мен жомарт боламын, адамдарға көмектесем, туысқандарыма, бауырларыма көмектесем деген секілді нәрсені өздеріңіз қазірден бастап түю керексіздер. Мен қазірден бастап дайындалу керекпін. Ол нәрсеге қалай дайындаламын деген сұрақ пайда болды. Сол сұрақ қою арқылы мен жауабын таптым. Мен қазірден бастап садақа берем дедім. Хотя менде садақа беретіндей көп ақшам да жоқ. Сондықтан да күнде қалдырмай мен садақа беріп өзімді үйрете бастадым. Ойын ұзаққа кетті. То есть бүгін 1000 теңге берсем, ертең 1200 теңге берем. То есть күнде на вырастание кету керек ары қарай. Сондықтан да біз күнде өзімізді сөйтіп тәрбиелейтін болсақ, и болашақта сіздер уже бір жылдан кейін өздеріңіз көресіздер, результат вообще басқаша болады. Мен өзім дәл сөйтіп бастаған болатын, 1000 теңгеден бастап 2000, 3000, 4000, 5000 деп әлі күнге дейін Алланың қалауымен мен өзімді тәрбиелеп көремін. Өйткені сараңдық ол ең қиын нәрсе, өзің нәпсің тәрбиелеу ол ең қиын нәрселердің бірі. Бірақ өзіміздің нәпсімізді бірінші кішкентайдан бастап тәрбиелеу керекпіз. Сондықтан да кез келген бір бизнесті бастар алдын сіздер ментально дайын болу керексіздер. То есть сіздер байлық не үшін керек? Сіздер барлықтарыңыз осы сабаққа қатысып отқан себептеріңіз бір определенный степенде бір саланы үйреніп, сол сала арқылы ақша табу ғой мақсатымыз. Сол ақша табу ол бөлек әңгіме, ақша табуға дайындалу ол бөлек нәрсе. Сондықтан да бүгінгі бірінші сабағымыз біз ментально дайын болу, садақа беру, адамдарға көмектесу. То есть біз бай болған кезде обязательно біз адамдармен бөлісу керекпіз. Сол кезде Аллах тағала біздің кәсібімізге береке береді. А берекесіз кәсіп ол өмірді бақытсыздыққа алып келеді. Сондықтан да бізде ең басты ниетімізді дұрыстап, бір определенный нәрсені бастамас бұрын бірінші ниетімізді дұрыстап алу керекпіз. Сабақтарыңызды бастап жатсыздар. Бұйырса келесі біздің практикум сабағымыз ол біздің Қытаймен жұмыс жасау конкретный инструменттермен болады. Ал бүгінгі сабағымыз біздің именно ментально дайындалуға арнадық. Достар, сіздерге сабақтан бөлек бізде қосымша сіздер үшін бір сыйлықтарымыз бар. Ол деген осы сабақ бізде 3 күндік практикум сабағында бізде 3 код жасырылатын болады. Сол 3 кодты тауып, мұқият қарап отырсаңыздар, сол 3 кодты тапқан адамдардың арасында бізде ақшалай сыйлықтар болады. Мұқият қарап отырыңыздар. Бүгін біздің практикумда қонақта Асхат аға осы Кекс Групптың офисінің бастығы, бәріміз білетіндей Саламбро, Жекас Донер, Халал Слайс проекттерінің основателі осы кісі. Бүгін сізге сұрақтар қойын дегенбіз. Қалай 32 жасыңызда осында үлкен проекттерді, миллиард оборот жасайтын проекттерді құрастырдыңыз, соның құпиясы неде? Әлі күнге дейін Жекас Донер топқа дейіндарға кіреді, топқа кіреді, короче. Аллаға шүкір, күніне бір енді 10 мыңға жуық донер сатамыз ғой, Алматы бойынша. Күніне 10 мыңға, мен осы уақыттан білмеппін, ол нәрсені, ол информацияны. Вот, керемет. Ал енді потом келесі сізде уже Саламбро ашылды, Халал Слайс ашылды, который тоже рынокта қазір топ болып отыр ғой. И сол кезде ол бір определенный моменттерде сіз бір фишканы түсінсіз ғой осы кәсіптердің, дұрыс па? И осындай офисқа көшіп келдіңіз, дұрыс па? И сол қандай бір фишка болды, именно ментально жағын айтатын болсақ? 2019-да менде бір депрессия болған кездер болды. Сол кезде мен енді ақша табуды түсіндім ғой. Ақшаға тойдық, қатты тоймасақ та более-менее түсіндік ақшаны қалай табуды.
сол сол кезде 2019-да сол миымдағы мақсаттарымды өзгерттім. 2019-да мен ойладым да, енді ары қарай мен не істей аламын, ары қарай ақша таба бергеннен өзімді тойдырғаннан мен ләззат алмайтынын түсіндім да, ол тапқан ақшама не істей аламын, қалай пайдалы боламын, не істеуім керек деген, жоқ, бұл тапқан ақшама не істеуім керек деген сұрақ туылды. Көп ақша тапсам, оны қаяққа жұмсаймын деген сұрақ туылды. Ол ақшаны не істеймін деген кезде өзіме жауап таптым да, қызмет етемін деп. Алла жолында. Иә, Аллаға құлшылық, туған жеріме қызмет. Сол миымды өзгерткен кезде, және де сонымен оған қоса ден билзиран болмайым деген. То есть қатты байып кетсем де, қанша байысам да жаман жолға түспеймін. То есть максимально өзім ниеттендім да. То есть ешқандай жаңағы бәле жәлеге, казино, мазино, қыздарға бармаймын. Көп ақша тапсам, Аллахтың жолында көп садақа жасаймын. Енді Аллахтың жолында көп жұмыс істеймін, көп тырысамын. Әйтеуір қолымнан келген жасаймын, еліме қызмет етемін деген ниеттенген кезде, сол 2020-ның басында ғой, сол ниетім сол пайда болды. 2020-ның басында ниет пайда болды. 2020-ның сол ақпанында, февральда, 21 февральда Салам-Бұру ашылды. Сол Салам-Бұру ашылмай тұрып, осы толықтай іш дүнием өзгерген. Бірінші ментально ниетіңізді толықтай дұрыстадыңыз. Толықтай дұрыстадым. Көп ақша тапсам, не істеймін? Көп ақша тапсам, мен Аллаға құлшылығымды нығайтам. Нығайту дұрыс қой? Аллаға құлшылығымды нығайтамын. Ол құлшылықты нығайту деген не? Аллаға құлшылық деген не ең бастысы? Ол Алла Тағала халал еткен нәрсені істеу ма? Иә, ол жаңағы енді менің түсінігім бойынша ең күшті Аллаға құлшылық ол қасындағыларға қызмет қой. То есть қызмет ең бірінші кімнен басталады? Ол ата-анадан басталады. Мысалы да өзіңнің жанұяңнан басталады. Ата-анаң, мысалы анаң, әкең, өзіңнің бала шағаң, мысалы да, туысқандарың, ары қарай осылай кете береді. Бауырларың, жаңағы туысқандардан кейін кімдер? Көршілерің деген сияқты ше. Сол көршілерінен кейін ары қарай өсе береді ғой. Сол ары қарай енді Алла Тағала бере берсе, уже еліңе қызмет ету керек. Мысалы, мұсылман қауымына қызмет ету керек деп. Сол Алла Тағала өзінің деңгейін көтере береді ғой. Сол деңгейін көтерілген сайын сен көптерге көмектесе көресің. Сол миыма жеткен кезде, соны мен шын жүректен қабылдаған кезде, қанша бай болсам да мен бүкіл байлығымды өзіме ғана жұмсамай, сол ғой енді. Ол элементарны нәрсе негізі көбісі түсінбейді. Мысалы да, ол садақа деген еш қашан сенің рызығыңды кемітпейді. То есть сен қолындағы бар ақшаны бере салсаң да, саған ертең басқа жұмыс түседі. Соны көбісі түсінбейді. Мен ол бір ағам айтқан, бір карантиннің алдында тоже бір бауырымыз, ағамыз, соңында бар ақшасын бәрін, карантин басталды уже. Бүкіл ақшасын алды да бере салған. Садақаға. Бір жиналып қалған ақшасы болған, енді өзінде өмір сүруге ақшасы бар, бірақ основной ақшасын алды да, сол карантин, может, өліп кетем ба деп ойладым, деймін, сол коронавирустан. Все, бітті, конец деп. Өлмей тұрып, сол бере салайым деген, и соң кейін бір заказдар түскен ғой, сол ақшаны 3 есе ме, 4 есе алып көріп алған, То есть ол шынымен ниетпен бере салды да, не болса ол болсын, жинаған ақшасын алады да, өзіне кішкене қалдырады. Суммарно айта аласыз ба қанша екен сол? Қызық болып тұр да? Ол примерно, чтобы понимали деп айтады. Бір миллионнан асады ғой, доллар. Миллион доллар деген 450 миллион теңге. Сол ондай ағалар бар негізі, сол үшін да ол біз басқаларға бір тамсанып керегі жоқ. Инстаграмда нәрсе бар ғой? Инстаграмда 100 мың теңге таратып, 150 мың теңге таратып жүрген бір балаларды көресің ғой, видеоға ше. Бай деп ойлайсың. Енді оларды вау деп, енді оларда машалла жақсылық көп болсын. Бірақ енді жасырын жасап жүрген миллиардтаған адамдар. Енді миллионер ағаларымыз көп негізі. Сол үшін мен мысалы сол кісілерден үлгі аламын. Ондай кісілер бар біздің елімізде, ол кісілерге Алла разы болсын. Шынымен ол кісілер
маған сол үлкен себепші болды. Мен өйткені білмейтінмін, бүйтіп Аллахтың жолында біреулер береді деп. Вообще кім беріп жатыр деп ойлайтынмын. Бәрі енді мен өскен кезде бәрі өзі үшін ғана табады сияқты. Бірақ енді нағыз үлгіні көрген кезде, міне осылай өмір сүру керек екен ғой. Солардың еще бақытты болып жүргенін көресің да. Аллахтың жолында қаншама береді, еще бақытты, еще ақшалар түсе береді да. Көбейе береді ақшалар. Еще көбейе береді, азаймайды да. Негізі осы нәрсені бар ғой, біздің жастардың арасында оны біледі да жастар по идее. Бірақ көбісі просто сөз ретінде қабылдайды ше оны. А практик мына жерде негізі практика жүзінде соны конкретно оны до конца түсінбейді адамдар ше. Типа енді өкінішке орай демей ақ қоймын. Практика ретінде айтып тұрсыз ғой, дұрыс па? Альхамдулилля. Сондай бір история бар ма сізде, бір кішігірім өзіңізде болған рия емес, чисто үлгі ретінде? Енді мен бір рет бердім, тоже сол ақырындап соларды көріп кайфына кіріп кетсіз. Бір рет бергем 100 есе қайтты ғой, короче. Мысалы, мен мынандай 1 миллион теңге бердім, и ол мынандай уақыттың ішінде осынша болып қайтты деп айта аласыз ба, конкретно? Примерно, сондай. Соны айта аласыз ба? Конкретика ол керек болып тұр, чтобы адамдардың көзі сразу. Енді өйтіп мен ақшаны айтқанды жақсы көрмеймін, бірақ енді сол это чисто узкий кругта болады, бұл чисто практикум сабаққа қатысып отқан адамдар, бұл бүкіл инстаграмға шықпайды. Мен бір ретте, короче, сол примерно миллион дей берейік, миллиондай бердім. Миллион теңге. Миллион теңге дейік мақұл. 1 миллион теңге. И сол, короче, 2 аптаның ішінде 100 миллион болып қайтты ғой. 2 аптаның ішінде 1 миллион береді. 1 миллион сіз үшін көп болды, дұрыс па? Ол кезде көп болды ғой, сол енді. Сөйтіп сондай кездерде болды енді. То есть ондай. Енді әртүрлі ғой енді ол, ол тек қана, мысалы қараңыздар, ол мен айтқым келгені бұл жерде бүкіл анау батыстың кітаптарында, мысалы батыстың кітаптарында қарасақ, бәр жерде бөлісу керек. Благотворительность 10% деп айтады да, мысалы исламда 2,5% негізі. Зекет. Зекет 2,5% табысынан ше. Мысалы батыстың кітаптарында, мысалы олар енді дінсіз болғанмен бұл дүниенің фишкасын біліп алған. Бұл дүниеде ақша неге қарамайды? Дінге қарамайды. Аллахтың рызығы. Өйткені бұл дүниеде Алла Тағала бәріне ар-рахман. Тек қана қиямет күнінде ар-рахим, ол мұсылмандарға ар-рахим да. Ар-рахман болған себебінен егер сен басқа Алланың құлдарына жәрдем берсең, Алла саған бере береді. Сенің дінің бар ма, жоқ па, Аллаға бәрібір. Сен беріп атсың ба, Алла саған бере береді. Сен қандай ниетпен берсең де Алла саған бере береді. Сен мысалы, маған Алла ақша берсін, мен ақшамды көбейтсін десең, Алла саған ақшаны көбейтеді. Сол ниетіңе қарай береді да. Бірақ сен жанаттан боласың ба, жанаттан болмайсың ба, ол уже басқа сұрақ да. Егер сен шын жүректен, мысалы да, Аллахтың ғана разылығы үшін берем десең, сен бұл дүниеде де бақытты боласың, ол дүниеде де бақытты боласың да. Сол үшін де әрқашан анау Али радиаллаху анху айтты ғой деймін, егер шатаспасам, бұл дүниеде біз соғысып шаршамадық дейді пайғамбарымыздың сахабалардың бірі, саллаллаху алейхи вассалам. Соғысып шаршамадық, ниетімізді түзеп шаршадық дейді. Шынымен бұл деген ниетті қатты түзеу керек. Ниетті өйткені әрқашан андай, мен мысалы көп түзедім. Басында енді бірген сен бересің, 100 есе қайта түсің, тағы да бересің, тағы да қайта бер деген. Ниетті шын жүректен Аллахтың разылығы үшін берем деген, ол кішкене қиын. Өйткені сен бересің, ақша бересің. Как будто определен выгода үшін береді. Бірақ ондай сынақ болады. Сен бересің, саған Аллах бермейді. Вот сол кезде сен беруді тоқтамасаң, сол кезде мүмкін сен Алла Тағала сынап жатыр да. Шын жүректен мен үшін беріп жатыр, мен үшін бермей жатыр. Бұл ұзақ уақыт бермеуі мүмкін. Сен 1 жыл депрессия, кризисқа тығып жіберуі мүмкін да. Сол үшін де Алла Тағала мысалы проблемаларыңыз көбейіп кетсе, қиналып кетсеңіз, мысалы да, басыңыздан асып жатса, көп адамдар зекеттерін азайтады, садақаларынан кемсітеді да. Ол үлкен проблема. Проблема көбейді ме, садақаң көбейді. Мысалы. Сізден естіген екенмін ғой айтып. Вот элементарный нәрсе. Проблема көбейді ме, зекет көбейші. Ақшаң азайып жатыр ма, зекет көбейші. Ақшаң азайып жатыр ма, садақа көбейші. Өйткені ол тек қана сені күшейтеді, ол шынымен. Зекет, садақа деген не? Ол энергия. Ол деген өйткені
сен шын жүректен берсең, мәссаған, мен білмеймін, мен адамдардың дұғалары қатты жұмыс істейді. Мен мысалы да, мен енді осылай болып жүргенім, ол Аллаға шүкір, енді альхамдулилля, жалғыз менің ғана дұғамның арқасында жүрген жоқпын деп тұрмын да мен. Мен енді менің ойым бойынша енді менің өйстіп елдің алдында жүріп, әйтеуір бір іс жасап жүргеніміз, ол ата-анамның дұғасы, және осы Аллаға шүкір, әйтеуір бір Аллахтың мейірімі ғой. Алла тағала, мысалы, көп айтып жатады да, мен үйлендім, байи бастадым дейді. Мен ақшам көбейе бастады дейді. Мысалы, иә, рас. Соң көп айтады, мысалы, мен өзімде, мысалы, көбісінде де, айтпай қоймын. Мысалы, көбісінде, мысалы, бала шағалы болады, байи бастайды. Мысалы, баласы туылады, неспемен келеді. Бала, қазақта сөзі бар ғой, бала туылады, бала өзінің неспесімен келеді. Міне, солай. Енді одан бетір қалай көп ақша тапқыларың келеді. Мысалы, жаңа айтып кеттім ғой, үйлендім, үйленгеннен кейін рызығым көбейді дейміз да. Өйткені саған сенің әйеліңнің маңдайына жазылған рызығын саған беріп отыр. Сен мойныңа ілінеді. Саған мойныңа ілінеді. Потому что ол жұмыс істемейді ғой. Иә. Оның рызығы саған мойныңа ілінеді. Содан кейін балаң туылды. Балаңның маңдайына жазылған рызық сенің мойныңа ілінеді. Енді сен 3 адам ризығын алдың. Уже 3 адам ризығын. Оны енді қалай ары қарай көбейте берсе болады? Сен небәрі өзінің мойныңа адамдарды жүктеген сайын, жәрдем беретін адамдарды жүктеген сайын, әсіресе ол жетім жесір да, мысалы жесір ананы мысалы өздеріңе ай сайын бір поддержкаға жасап тұрсаңдар, на постоянной основе. Иә, мысалы да, өзің соның әйел адамның рызығын өзіне байлап алсаң, ай сайын продукт апарып тұрсаң, мысалы да, сондай да. Небәрі сен көп адамды өзінің мойныңа іліп аласың, ол бәрі сенде көп ақша болады. Соответственно, Аллах тағала сіз арқылы олардың рызығын береді просто. Сізде қабілет бар ақша табатын. Иә. Вот сол үшін да өзіңізге көп ответственность алыңыз. Ответственность қазақша қалай? Жауапкершілік. Иә, өздеріңізге көп жауапкершілік алыңыз Аллахтың разылығы үшін. Өйткені бұл дүниені көздемеңіз, о дүниені көздеңіз. Мысалға келтіретін болсақ, мен өзім ситуациямды келтірпейін қалай, мен бір кезде түсіндім, то что жауапкершілік алу керек екен, ол определенный степень уақытта мен түсіндім, сразу түсінбедім, бірақ ол кейбір кездері даже ұмытылып кетеді. Бірақ әрдайым өзіміздің есімізге салып отыру керекпіз, жауапкершілік алу керек деген секілді. Мен ситуациямда былай болды. Осыдан 7 ай бұрын мен өзімнің fulfillment складымды ашқан болатым. Ол былай айтқанда сіздерге түсінікті болсын, логистика деп айтайын. Логистика Қазақстаннан Ресейге жіберетін логистика. Оны мен қалай аштым? Бірінші очередьте мен білдім, ол нәрсе үлкен спросқа ие екен. То есть сұранысқа ие екен, мен ол сұранысты жабу керекпін. Сұранысты жабатын болсам, мен көп ақша табамын, мен оны біліп тұрмын. Бірақ мен определенный степенде өзіме жауапкершілік алмадым. Ертең негізі ашу керек еді деп жүре бердім. Бірақ бір күнде түсіндім, мен жауапкершілік алып, бір күнде мен түсіндім, жауапкершілік алу керек екен. Жауапкершілік алып, келесі күні бардым, складты аштым, 0 теңгемен складты ашып, бар мебельдерді қойып, адамдарды жалдап, и бір күнде аштым, сол күннен бастап бір айдың ішінде мен 7 миллион теңге таза табыс таптым. То есть получается 0-ден бастап бір айдың ішінде 7 миллион теңге табыс таптым. Мен определенный үлкен проблеманы, то есть сұранысты жаптым. Вот содан кейін бастап менде свободный ақшалар пайда болды. Сол арқылы мен әке-шешемді шетелге әр ай сайын жіберіп отырамын. Одан бөлек мен өзім шетелге қалаған жерге бара аламын. Одан кейін менде жаңада бизнес план идеялар келді. Одан кейін мен барып Москвадан склад аштым. Москвадан склад ашып мен бір аптаның ішінде 20 миллион теңге тапқан күндер болды да, солай ары қарай менде жолдарым ашыла бастайды. Бірақ жауапкершілік алудың арқасында. То есть ол нәрсе болмаса, сіздер сабақ оқудыңыз не, оқымадыңыз не, вообще ешқандай разница жоқ. Сондықтан да сабақты жақсылап оқып, бірінші очередь өздеріңізге жауапкершілік алып, иншалла жұмыстарыңызға береке берсін. Ал бүгінгі сабақтың түйіндісі бізде бірінші ментальный сабақ болды, екінші жауапкершілік алу бойынша болды. Ментальный сабақ бойынша айтатын болсақ, біз не түсіндік ол жерде? Біз түсіндік, то, что қазірден бастап садақа беріп дайындалу керек екен. Сондықтан да бүгіннен бастап, иншалла садақа беріп дайындала беріңіздер. Екінші сабағымыздың түйінін айтатын болсақ, ол жерде біз жауапкершілік бойынша әңгімелестік. Жауапкершілікті бүгіннен бастап алыңыздар.
істеймін деп жүрген нәрселеріңізді, бұрыннан бері істеймін, тренировка істеймін, немесе басқа нәрсе бизнесті бастайын деп жүрсеңіздер, бүгіннен бастап миға тұрып жауапкершілікті өздеріңізге алыңыздар. Сіздерді екінші сабақта күтемін.